Одан әрі ағартушылық штаб өкілдері Сатпаев қаласы полиция бөлімінің қызметкерлерімен кездесті. Жиын барысында штаб басшысы Бекзат Алтынбеков халық арасында құқық қорғау және мемлекеттік органдарда, сондай-ақ жас буын арасында парасаттылық мәдениетін қалыптастыру бойынша кең ақпарат тарату керек екендігін жеткізді. Бүгінгі қоғамдағы ең қажетті нәрсе ол адалдылық, парасаттылық, білім. Адам өзі білімін күнделікті көтеру керек. Ал сіздер күнделікті егеменді Қазақстаннан бастап Шарайнаға дейін барлық ақпараттарды оқып отырып, сіздер соны талдауларыңыз керек деп ойлаймын. Күнделікті сіздердің политзанятиеде күнделікті эфирде беріп жатқан хабарларды сіздер жаңалықтарды айтып, сол арқылы қорытындылау. Өйткені ол сіздердің ой саналарыңыз, кеңістіктеріңізді кеңейтуге керек. Қазір сотка арқылы көру. Ал бос тұрған қазір қыз жігіттердің бар сотканың ішінде бос текі нәрсемен қарап сонша. Қазір мынаны ашсаңыздар, тек пайдалы жаңа заң жөніндегі барлық заңды осының ішінен қарап жасап өздеріңізге түртіп алуларыңызға болады. Сондай-ақ тек полиция қызметкерлері ретінде ғана емес, ұрпақ тәрбиелеп отырған ата-ана ретінде де күрессе, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда көп көмегі тиері сөзсіз дейді кездесу қонақтары. Мысалы, сіздердің араларыңызда жоқ деп айтуға болмайды, фактілер кездесіп жатады. Мысалы, ағайындершілікпен, татулықпен, жай ғана телефонмен шешіп жататын мәселелер бар. Кейде жаңа жақсылық жасайын деп, өзі отбасыларыңызды, әулеттеріңізді жамандыққа ұрындырып алмау керек. Сіздер бір-бір әулеттің, бір-бір шаңырақтың, бір-бірлердің сенім артқан елдің азаматтарысыздар. Сондықтан сіздерге бір ғана мемлекет үлкен сенім артып отыр. Осы кезеңдерде сіздерде бір ғана мақсат, жеке бас дегенді сіздер ұмытуларыңыз керек. Сіз мемлекеттік қызметшілер ретінде мемлекеттің барлық заң талаптарын орындауға, соны қадағалауға, соған тікелей қызмет жасайтын мемлекеттің жаңа құқық қорғау органдарысыз. Еліміздің барлық облыстарында ақпараттық ағартушылық штаб жұмысын бастады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті насихаттау бойынша жалпы жұмыстар тұрақты негізде жүргізіледі. Штаб халықтың түрлі топтары үшін түсіндіру кездесулерін өткізуді қарастырғанын айта кету керек.